Мына еліміздің кей өңірлерінде әкімдіктен бөлек мекемелерге де қашықтан жұмыс істеу бойынша хабарландыру берілді. Ақтауда бұл іс қаншалықты қолға алынған? Иә, біздің өзімізге қарасты бірнеше мекемелер бар ғой, бюджеттік мекемелеріміз бар. Мысалы, қашықтан оқытып жатыр, біздің мектептеріміз, мысалы, қашықтан оқытып жатыр. Кешегі мына жаңағы каникулдан кейін 6-сынан бастап біздің барлық мектептеріміз қашықтан оқытуға кірісті. Енді бұл мекемелердің ішінде барлық жаңағы мұғалімдер бәрі де үйлерінде. Одан кейін мысалы біздің жаңағы халыққа қызмет көрсететін орталық. Ол да қазір жаңағы негізінен қашықтан жұмыс жасауда. Себебі біздер ана жерде көптеген адамдардың болмауы, бір-біріменен жаңағы байланыста болмауы, мына жаңағы коронавирусный инфекциядан сақтану, вирустан сақтану мақсатында бұл осындай көп адамдар баратын жаңағы орталықтардың барлығын қашықтан жұмыс жасауға көшірдік. Енді жалпы біз мына қайтадан оқу процесіне келетін болсақ, біздің өңірімізде мысалы 150 мыңдай оқушы бар, 150-дей мектебіміз бар. Осынан барлығында да қашықтан оқытуға көштік. Енді шалғай орналасқан бір-екі ауылымыз бар, бұл Аққұдық және Бекі, сосын 10-шы разъезд дейтін жаңағы ауылдарымыз бар. Бұл жерде жаңағы пошта қызметінің пайдаланып жатырмыз. Ал Аққұдықта бұрынғыша енді оқшау орналасқан елді мекен болғаннан кейін бұрынғыша оқу процестерін жүргізіп жатырмыз.